Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 22-ші нұсқаның А бөлімін талдайтын боламыз. 11-ші есеп. Достар кездескенде бір-бірімен қол алысты. Егер 6 дос кездескен болса, қанша қол алысу болды? Барлығы 6 адам. Формуланы қолданамыз. Демек, 6 көбейту 6-дан 1-ді алып тастап, оны 2-ге бөлеміз. 6 көбейту 5 бөлу 2 тең болады. 30-ды 2-ге бөлеміз. 15. Барлығы 15 қол алысу болған. 12-ші есеп. Асы. Түбірасты 69 санынан аспайтын ең үлкен санды табыңыз. Түбірасты 69-дан аспайтын, яғни түбірасты 69-ымыз жаңағы санынан үлкен деген сөз. Квадраттап жібереміз. 69 артық А-ның квадратынан. 69-дан кіші бізде 64 деген сан бар. 64 дегеніміз ол 8-дің квадраты. Олай болса, түбірасты 69 8-ден үлкен. Яғни, түбірасты 69 санынан аспайтын ең үлкен сан ол 8 болып тұр. Келесі, түбірастында 50 көбейту бұның 4 дәрежесі көп мүшесін түбірдің астынан шығаруымыз керек. 50 көбейту бұның 4 дәрежесі. 50-ді 25 көбейту 2 деп жазып аламыз. 25 ол 5-дің квадраты, 5 көбейту бұның 4 дәрежесі, бұның квадраты шығады, және түбірастында 2 қалады. 5b квадрат түбірасты 2. Келесі С. Сандарды салыстырыңдар. Сандарды салыстыру үшін екі жағында екі санды да квадраттап салыстыруға болады, болмаса квадрат түбірдің астына енгізіп салыстыруға болады. Есептемен квадраттап салыстырдым, енді квадрат түбірдің астына енгізіп салыстырайық. 17-ның квадраты 289, 2 орны тұра айырамыз. 2,89 үлкен бе, әлде 2,9 үлкен бе? 2,9 үлкен. Олай болса, 1,7 үлкен бе, әлде 2,9 үлкен бе деп салыстыратын болсақ, түбірасты 2,9 үлкен болады екен. 13-ші есеп. Координаталық түзуде түбірасты 60 пен түбірасты 140 сандарының арасында қанша бүтін сан болады? Түбірасты 60, түбірасты 140. Квадраттап алып, 60 пен 140-тың арасында қанша бүтін сан бар? Яғни 60 пен 140-тың арасында болатын сандар қандай да бір санның квадраты болу керек. 64, 81, 100 бар, 121 бар. Басқа жоқ, да? Яғни квадрат түбірдің астынан шығарамын. Демек 8, 9, 10, 11. 12-ның квадраты асып кетеді, 7-ның квадраты 60-тан кіші болып кетеді. Сонда 4 бүтін сан бар. Он төртінші есептің асы. Өрнегінің мәні болмайтында x-тің барлық мәндерін табыңыз. Өрнектің мәні болмау үшін бөлшектің бөлімі 0-ге тең болу керек. X квадрат қосу 6x азайту 27 тең 0. Қосқанда -6, көбейткенде -27 болатын қандай сандар? Көбейткенде 27-ге тең болатын, ол 9 бен 3. Енді қосқанда -6, демек x1-іміз -9, x2-іміз 3 деген сөз. Өрнегінің мәні болмайтында x-тің барлық мәндері, демек жауабы -9 бен 3. Осы екі санды x-тің орнына қоятын болсақ, бөлшектің бөлімі 0-ге айналып кетеді. Бөлшектің бөлімі 0-ге айналатын болса, онда өрнектің мәні болмайды. Келесі 14-ші есептің б-сы ықшамдаңыз. Алымын жазып қоямын. Бөлімінде А-ны жақшаның сыртына ортақ көбейткіш ретінде шығарамын. А азайту Б қалады. Бөлуді көбейтуді алмастырамын. Бөлшектің алымы мен бөлімін орындарын ауыстырамын. Және А квадрат минус Б квадратты екі жақшаға жіктеймін.
қысқаша көбейту формуласы бойынша. Менде қысқарады b мен b-ның квадраты, a минус b мен a минус b. Сонда қалады алымында a қосу b, бөлімінде a көбейту b. 15-ші есеп, тізбектің алғашқы 6 мүшесі берілген, тізбектің келесі мүшесін табыңдар. 0, 2-ден 1, 1, 2-ден 3, 2, 2-ден 5. Байқап отырсақ, 0, 2-ден 1, 1, 2-ден 3, 2, 2-ден 5, демек келесі мүшесі 2-ден 6, 3 деген сөз. Жалпы мүшесі мынадай формула болатын 15-ші мүшесін табыңыз. А 15 тең болады, 15-тен 3 аламыз, 15-ке 1-ді қосамыз. 12, 16, 2-ге 4-ке қысқартып жүруге болады, 4-тен 3. Мына есепте бірден анықтап алған себебім, мінекей, алымы 0, 0-ді 2-ке бөлеміз, 0, 1-ді 2-ке бөлемін, 2-ні 2-ке бөлсем 1 шығады, 3-ді 2-ке бөлемін, 4-ді 2-ке бөлсем 2 шығады, 5-ді 2-ке бөлем, олай болса 6-ны 2-ке бөлеміз деген сөз. Осымен 15-ші есепті аяқтадық. 16-ші есеп, радиусы 25 сантиметр болатын дөңгелек формула нысана бар, немесе мешен деп айтамыз, мен нысана деп аударып отырмын. Атқыш радиусы 5 сантиметр болатын кішкентай дөңгелекке тигізудің ықтималдығын табыңдар. Мысалы, мына дөңгелектің радиусы 5 сантиметр болатын болса, осы дөңгелекке тигізуінің ықтималдығын табуымыз керек. Ол үшін біз үлкен дөңгелектің ауданын тауып аламыз. Жалпы дөңгелектің ауданын табу формуласы πr квадрат. S1 тең болады, π-ді көбейтемін, 25-тің квадраты 625. 625 π. Кішкентай дөңгелектің ауданы π көбейту 25 тең болады, 25 π. Ықтималдығын табу үшін 25 π-ді бөлемін 625 π-ге. Пилер қысқарып кетеді. 25-ті 25-ке бөлемін 1, 625-ті 25-ке бөлемін 25. Сонда радиусы 5-ке тең болатын кішкентай дөңгелекке тигізудің ықтималдығы 25-тен 1. 25-тен 1-ді ондық бөлшекке айналдыратын болсам 0,104. 17-ші есеп, геометриялық прогрессияның алғашқы мүшесі 36-ға тең. Яғни A1 тең, геометриялық прогрессия B1 тең 36, екінші мүшесі 24-ке тең, прогрессияның төртінші мүшесін табыңыз. B4-ті табуымыз керек. Еселігін тауып аламыз, 24-ті 36-ға бөлемін, 12-ге қысқартып жіберсем 3-тен 2. Еселігі 3-тен 2, B4-ті табу үшін B1-ді Q-дің 3 дәрежесіне көбейтемін. B1 дегеніміз 36, көбейтемін, Q деген 3-те 2, 3-тің кубы 27, 2-нің кубы 8. 36 мен 27-ні 9-ға қысқартам. 3, 4, 3-тен 32 тең болады. 32-нің ішінде 3, 10 бүтін, 3-тен 2. Төртінші мүшесі 10 бүтін 3-тен 2-ке тең. Келесі есеп, шексіз кеммелі геометриялық прогрессияның қосындысын табыңдар. Яғни бірінші мүшесі 36, Q бізде 3-тен 2-ге тең. Шексіз кеммелі геометриялық прогрессияның қосындысы B1 бөлінген 1 азайту Q. S тең болады 36-ны 1 азайту 3-тен 2-ге бөлеміз. 36, 1-ден 3-тен 2 аламын, 3-тен 1. 3 көбейтіліп кетеді, 36-ны 3-ке көбейтеміз, 8, 108. 18-ші есеп, мәтінді есеп,
Моторлы қайық өзен ағысымен 25 км және ағысқа қарсы 3 км жүзді. Барлық жолға 2 сағат жұмсады. Өзен ағысының жылдамдығын табыңыз, егер оның жылдамдығы 5 км сағаттан аспайтын болса, ал қайықтың тынық судағы жылдамдығы 12 км сағат болса. Өзен ағысының жылдамдығын x деп алайын. Ағыстың жылдамдығы. Моторлы қайық өзен ағысымен 25 км жүрген. 12-ге қосамын x-ті, өзен ағысымен жүрген уақыты. Оған қосамын ағысқа қарсы 3 км жүрген. 12-ден алып тастаймын x-ті. Қайықтың жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын алып тастаймын. Барлығына 2 сағат кеткен. X кем немесе тең 5. Бізде шарт беріліп тұр. Ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлімі 12 қосу x, 12 азайту x. Топтауыш көбейткіш 12 азайту x, 12 қосу x, 144 азайту x квадрат. 25-ті 12-ге көбейтемін. 0, бір ойда 4, 5, 5, 2, 300. 300 азайту 25x қосамын. 36 қосу 3x. Тең болады. 12 қосу x, 12 азайту x. 144-ті 2-ге көбейтемін. 288 азайту 2x квадрат. Бөлімдерін жазбаймын. Тек қана алымдармен жұмыстанамыз. 300-ге 36 қосамын. 336 азайту минус 25x қосу 3x, 22x тең болады. 288 азайту 2x квадрат. Барлығын бір жаққа шығарамын. 2x квадрат минус 22x қосу 336-дан 288-ді азайтамын. 48 тең 0-ге. 2-ге бөліп тастаймын. X квадрат минус 11x қосу 24 тең 0. Қосқанда 11 көбейткенде 24 болатын сандар. Ол 3 пен 8. 8-ді ала алмаймыз, тек қана 3-ті аламыз, себебі бізде шарт бар. 5-тен аспауы керек. Сонда өзен ағысының жылдамдығы 3 км сағат. 19-шы есептеңіз. Синус альфа қосу 40 градус. Жақшаны ашамыз. Синус альфа көбейту косинус 40 градус қосу косинус альфа көбейту синус 40 градус. Минус косинус альфа көбейту синус 40 градусты жазамын. Косинус альфа көбейту косинус 40 градусты жазып қоямын. Тең болады. Мына формуланы қалай ашатынымызды жалпы түрде жазып қояйын. Есімізге түсіріп, екі бұрыштың қосындысының синусы деп аталады. Синус альфа көбейту косинус бетта плюс косинус альфа көбейту синус бетта. Мінекей осы формуланы қолдандым. Косинус альфа синус 40 градус минус косинус альфа синус 40 градус қысқарып кетеді. Синус альфа көбейту косинус 40 градус қалады алымында. Бөлімінде косинус альфа көбейту косинус 40 градус тең болады. Косинус 40 градус қысқарып кетті. Синус альфаның косинус альфаға қатынасы тангенс альфаны береді. 20-шы есеп теңсіздікті шешіңіз. Бірінші жақшаны ашып аламын. 5x-ті x-қа көбейтемін. 5x квадрат. 5x-ті минус 2-ге көбейтемін. Минус 10x. 7-ні x-қа көбейтемін. 7x. 7-ні минус 2-ге көбейтемін. Минус 14 кем 21x квадрат. Минус 11x. Минус 13. Барлығын бір жаққа топтастырамын. 21-ден 5 аламын. 16x квадрат. Минус 11 плюс. Так, мына жерде минус 3, мына жаққа көшеді. Минус 8x. Минус 13 плюс 14 плюс 1 артық 0-ден. 0-дерін тауып алу үшін 0-ге теңестіремін.
Дискриминант табамын. 64 азайту 4 көбейту 16. Дискриминант 0-ге тең. Еселі түбірлер болады. Яғни x бір x2 тең. 2 көбейту 16, 8. 16 мен 8-ді қысқартамын. 4-тен 1. Бізде қатаң теңсіздік. 4-тен 1. Мұнда тұзақ қойдым, немесе петля, лампочка түрлі атаймыз. Қазір таңба осы жерде өзгергенде, мына екі аралықта таңбасы өзгермей қалады. Сол жағынан 0 аламын. 0, 0, плюс, минус, плюс. Бізге артық аралық керек. Сонда теңсіздіктің жауабы минус шексіздіктен 4-тен 1-ге дейін, 4-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни 4-тен 1 жауапқа кірмейді.